Ертесінде аяқ астынан бір заказ алдым 70 000 теңгеге. Өзім ойламаған жерден бұдан бұрын ондай ақшаға заказ алып көрмеген. Көбі талантына сенеді, мен анандаймын, мынандаймын, мен лидермін, ұйымдастырғышпын, жолым болғыш дейді. Сәлеметсіздер ма? Менің өткен аптадағы жеткен жетістігім ең бірінші осы жетістігім деп айтам. Осы курсқа жазылдым. Қалай жазылдым? Ертесінде аяқ астынан бір заказ алдым 70 000 теңгеге. Өзім ойламаған жерден бұдан бұрын ондай ақшаға заказ алып көрмеген. Сол 70 000 теңгеге заказ алып, оны 3 күннің ішінде істеп бітірдім. Жұма күні алдым, вторник күні, сейсенбі күні тапсырдым. Қуаныштымыз. Сол клиенттен керемет алғыс алдым. Алғыс алып, одан кейін сол клиенттен тағы да 30 000-ға кеше заказ алдым. Немен айналысасыз? Мен өзім тігіншімін, 12 жылдан бері қартай осы тігін бизнес. Содан тағы қандай сәттер болды қысқа? Одан кейінгі сәт жақсылық жасаудан жарысайық деген маған WhatsApp-қа не келді. Содан ашып қарасам, жаңағы сіздерде болып жатырған 4 баласы бар, үй алып беріп жатырмыз. Соны анаған басында қарадым да, енді өте қатты жүрегім ауырып, көзіме жас тоқтамай жыладым да, жаңа 5 000 теңгені салып жібердім. Керемет. Қол соқпайық. Артынан маған Телеграмға қандай керемет білімдер келгенін көрсеңіздер, енді өте керемет. Мен одан бұрын вообще ондай нәрсені білмеппін да, көрмеппін да. Соны ертесінде келді. Сол сабақты мен түнгі 3-ке дейін қарап отырдым, бәрін көріп шықтым, енді біраз нәрсе түсіндім деп ойлаймын. Жақсы, қуаныштымыз. Презентацияны қоямыз, кеттік. Бірінші күн негізгі бүгінгі психология болады. Өйткені өмірдегі жетістікке жетудің кез келген нәрсенің ол 80% психология, 20% технология. Технология деген құрал. Бағана көрсеттім сіздерге. Бағана келген адамдар айтып жатыр ғой, таргетинг жасадық, SMM жасадық, видео түсірдік, сайт жасадық. Сол құрал. Бірақ ол құралды мен бүйтіп айтам. Есік алдындағы турник, қарапайым турник, екінің бірінде бар. Бірақ соған тартылатын адамдар аз. Неге десеңіз, оның күш құдірет неменесі жоқ, рухы жоқ. Турникке тартылатын. Келсесіздер ғой. Ол менің көп деген достарымның үйіне барсаң, мына неменесінде, подвалында тренажер толып тұрады. Соған бармайды. Кереметтей құрал бар, оның құны көк дейін. Егер адамның күш жігері болмаса. Сондықтан ең бастысы адамның ішкі рухын ояту. 80% психология, 20% технология. Бүкіл сабақтардың таңертеңнен түске дейін мен жүргізем. Өкінішке қарай кейбір адамдар айтады, мынаның психология немене, мен өзім психологпын, Ахметбек ағаның уақытын сабағына қатысып уақытымды жібергенше кеп нақты құралды үйреніп алайын деп. Ол құралдың құны көк дейін, егер сенің ішкі рухың жанып тұрмаса үнемі. Сондықтан 80% психология, 20% технология, құрал. Енді қарап отырыңыздар да, кімнен кәсіпкер шығады? Қазір мұқият тыңдап отырыңыздар, мен айтып отырам да. Көшбасшылық қасиеті мықты, да, көшбасшылық қасиет анша білінбейді. Екі адам дейік. А деген біреу, Б деген бір адамды. Білімді орташа. Мына А талантты, Б деген жігіт аса таланты жоқ. А деген жігіт кісілермен тіл табыса алады тез, Б ұяңдау, ынжықтау кішкене. А ұйымдастырушы қабілеті керемет мықты, Б ұйымдастырушы қабілеті сондай емес. А жолы болғыш жігіт, керемет, қай жерге барса жолы болып кетеді. Б сондай жол болғыш емес, бірақ табанды. Ж жетінші, тегінде қанында кәсіпкерлік қасиет бар. Тегінен берілген ата-анасынан қасиеті бар. Жетіншісі, отбасында кәсіпкер адам жоқ, қарапайым отбасына шыққан, бірақ өзіне көкірегі керемет сенімді. Қайсысынан кәсіпкер шығады? А деген жігіттен кәсіпкер шығады деген қол көтеріңіздерші, Адан шығатынына. А деген шығатынына бір. Жарты зал айтады, рахмет. Бұдан кәсіпкер шығатынына. 70% рахмет. Бүгінгі менің сабағым сіздерге сіңді деп айтам қол көтерген адамдарға. Екі қасиет керек. Табандылық пен өзіне сенімділік. Басқа білім, талант, лидер болу, керемет немене болу, оның бәрі келеді. 0,1% талант, негізгі 99% деп айтады. Мен 99% еңбек, табандылық пен сенімділік, 1% талант. Мен айтам, жоқ, 99-да 99% табандылық пен сенімділік, 0,1% ғана талант. 100% адам жасай алады. Сондықтан Б кәсіпкер болады, А кәсіпкер болу шансы өте аз.
көбі талантына сенеді, мен анандаймын, мынандаймын, мен лидермін, ұйымдастырғышпын, жолым болғыш дейді. Б. Табандылықпен немене ғане, ешқандай немене жоқ. Сіздерде осы өзіне сенімділік деген нәрсе, ол оптимист адам. Оптимист адам ешқашан салы суға кетпейді, еңсесі түспейді. Қандай қиыншылықты жеңіп шығатын адам оптимист. Ол өзіне сенімді адам.